Сәлем, қалайсыз барс? Саламатсыздар ма, қалайсыздар? Тамаша, бүгінгі күніңіз қалай басталды? Өте керемет, ойдағыдай. Бүгінгі бір кезекті тапсырыстарымызды бастап, жұмысымызды оңынан бастап жатырық. Жалпы барс сіз енді бір жасанды интеллект алмастырмайтын бір өнер түрімен айналысасыз зергерлікпен. Осы жолға қалай келдіңіз? Келу жолыңызды Жалпы айтып бұл беріңізші. зергерлікке келу жолым өзім осы кішкентай кезімнен осы өнерге жалпы жақын болдым. Осы Атырау өңіріндегі Нұрғиса Тілендиев атындағы мамандандырылған кіші өнер академиясында ағашты көркемдеу мамандығын бітірдім. Сол уақытта оқып жүрген кезде біз Алматыдағы өнер академиясын еститінбіз, Жүргенов атындағы. Сол оқуымды осы жерден 11 жылдық білімді алып, сол жаққа оқуымды түсіп, сол зергерлікке сол Алматы қаласынан аяқ бастым. Қазіргі таңда осы саланы бітіргеніме 8 жылдан асты. Осы өзінің кәсібімді ары қарай дөңгелетіп, қазіргі таңда осы ұлттық өнерді насихаттап, халыққа осындай әдемі туындылар жасау үстіндеміз. Зергер болудың ең күрделі тұсы қандай? Жалпы зергер болу үшін негізі ең бірінші үлкен төзімділікті қажет етеді. Себебі бұл қарап отырсаңыздар, мына жерде мына сақина жасау барысында бұл жерде 100% барлығы қолмен жасалады. Бұл жүзік жасаған кезде әрбір деталіне біз үлкен төзіммен мән беріп отырасауымыз керек. Бұл жердегі әрбір жасалатын техниканың барлығы бірінші арнайы қағаз бетіне түсіріледі, қарандашпен. Сосын әрі қарай біз уже отпен және тағы да басқа техникамен жасау арқылы осында үлкен жұмыстар жүзеге асырамыз. Жаңа қолмен жасалған бұйым мен маркеттің қандай бір айырмашылығы бар? Енді айырмашылығы, мысалы, бұлай салыстыратын болсақ, қолмен жасағанмен дайын жұмыстың өзінің белгілі бір оны таңдайтын адамдары, клиенттері болады. Және кейбір, мысалы, қазіргі таңда неше түрлі аппараттар дамығанмен де, бірақ қолмен жасалғандай нақты өзінің бір бейнесін шығара алмайды. Екеуінде қалай еткенмен де екеуінің бір өзіндік орны бар. Бір зергерлік бұйымды жасау үшін сізге кемінде қанша уақыт кетеді? Енді ол уақыт дегенде жасалатын жұмыстың көлеміне байланысты. Мысалы, менде ең жылдам тапсырыс 1 сағат жарым ішінде болған. Кішкентай, мысалы, есімді алқа сондай болса. Егер де мынандай сақина болатын болса, бұған уже 1,5-2 күндей сондай уақыт кетеді. Енді жұмыстың көлеміне байланысты уақыты да соған. Клиенттердің бір ең ерекше деп, немесе бір есте қалған өзіңіздің тапсырысыңыз бар ма? Ондай тапсырыс, негізі жалпы әрбір тапсырыс мен өзім үшін маңызды, себебі әрбір тапсырыс иесі өзінің ағадал еңбегімен тапсырысты беріп, соны әрбір тапсырыс берушіге жолдап тапсырған кезде олардың әрбір айтатын ыстық лебізі біз үшін маңызды. Мысалы, соның ішінде ең атап айтатын болсақ, 2025 жылы Ақтау қаласында өткен республикалық жас шеберлер жарысы болды. Сол жерге біздер 100 граммнан тұратын үлкен құдағи жүзік жасаған болатын. Сол жұмысым осы күнге дейін жасалған жұмыстардың ішінде ең қатты өзім есімде қалған жұмыстардың бірі болды. Бұл саладағы жалпы басты бір жетістігім деп нені айта аласыз? Енді басты жетістігім деп айтқанда, жалпы енді қазір бұл маман таңдағым ешқандай өкінбеймін. Себебі басқа да шеберлер секілді өзінің осы қоғамда орнымды тауып, осы жұмыстың әрі маман ретінде жалпы қазір жұмыс жасаудамын. Сонымен қатар мен осы мамандық арқылы шәкірттер тәрбиелеп. Қазір уже мен шәкірттердің алдыңғы 5-10 аралығындағы балалар Алматыдағы Жүргенов академиясын тәмамдап, мен сияқты осындай зергерлікке қадам басып жатыр. Осының барлығы маған үлкен қуаныш және бір мақсаттың ең ұшына жеткен биіктігі деп айтсам болады. Қателеспеймін солай айтсам. Зергер болу үшін адамға не керек деп есептейсіз? Зергер болу үшін адамға бірінші төзімділік, сосын жалпы айтады ғой, қандай істі болсын, әрбір адам өзін жасайтын ісін сүйу керек, білу керек. Оның ішкі кухнясы дейді, оны қалай жасалатын, қандай құрал кетеді, себестоимость деген сияқты. Ең бірінші сол нәрселер болса, содан кейін уже инструмент, құрал жабдықтар арқылы
әрбір бір мамандық иесі зергер өзінің қалаған жұмысын жасай алады. Қалай ойлайсыз, жалпы зергерлік өнер түріне жатқыза аламыз ба, әлде бұны кәсіп ретінде де қарастыра аламыз ба? Екі түрде қалыптастыруға болады. Себебі бұл дейтін жалғыз бір 2 ғасырлық тарихы бар нәрсе емес. Бұл мынау дейтін зергерлік өнер сонау сақ ғасырынан бері келе жатқан үлкен өнер. Және бұл әрі өнерді, әрі кәсіп ретінде де қарауға болады. Мысалы, жалғыз бұл бір шеберханамен тоқтап қалмай, басқа да сауда орталықтарынан, мысалы өзіміздің атымыздан брендтеп магазиндер ашып, жұмысымызды неше түрлі брендте сатып алады. Бұл өнер түрімен жалпы айналысқысы келетін адамдарға бір арнайы мастер-класстар немесе бір өткізіп тұрасыз ба? Алдағы бір жоспарыңызбен бөлісіп өтсеңіз мүмкін болса. Жалпы негізі ақшасына үйретуге мастер-класс сұрайтындар өте көп. Жалпы сондай 1-2 жағдайлар болған, көрсетіп үйреткен. Жалпы ондай ұсыныстар түссе ешқандай қарсы емеспіз. Негізі жасап тұрасыз, иә, ондай? Болады. Осы өнермен айналысқысы келетін жандарға өзіңіздің топ 3 кеңесіңізді берсеңіз, осымен сұхбатымызды аяқтасақ. Бұл кәсіппен айналысқысы келетін адамдарға айтар өзім ақылым әрі кеңесім ретінде. Жалпы осы іске деген бір қызығушылық болу керек. Алдымен ең басты қызығушылық болса, әрі қарай бұл кәсіпті дөңгелетіп алып кетуге болады. Және де осындай инструменттер жинап, құрал-жабдықтар болса, осы кәсіптің маманы атануға болады. Бірақ ол дейтін өте көп деген уақытты және тәжірибені қажет етеді. Рахмет сізге, барыс. Жұмысыңызға сәттілік тілейміз. Уақыт бөлгеніңізге көп рахмет. Рахмет сіздерге де. Сау болыңыз. Сау болыңыздар.